Ауыл менің армияға шақырылғанымнан бейхабар екен. Кәрі әкемді кемсеңдетпейін деп хат жазған жоқ едім. Командашымыз өтінішімізді ескеріп ауылға босатар деген үмітпен жүргенмін. Мен пойызда вагон-ресторанға кіріп, оның директорынан тәттінің әр түрінен 2 қорап толтырып, менің купеме жібертуін өтіндім. Тойға барасыз-ау, жолдас командир деп ақтарыла күлді дөңгеленген төртбақ грузин. Ауылдың қарттары мен балаларына сізден базарлық ала кетпекпін. Мен Әулиеатаның ар жағындағы Бурное станциясынан түсемін дедім мен. Жақсы, жолдас командир, қарттарды сыйлап, жастарды сүйген жақсы ғой. Өзім таңдап, тәттілерді іріктеп, буып-түйіп жаныңызға апарып берермін деп директор жайдарланып кетті. Мен кетіп бара жатқанда директор соңымнан айқайлады. Жолдас командир, шарап алдыруды ұмытып барасыз ғой. Өзім ішпеуші едім, ауылда да оны ауызға алар адам жоқ дедім мен. Қолтығымда қос түйіншек, қолымда қол сандық, иығымда шекпенімді көтеріп, станция баспалдағымен көтерілгенімде пойызда орнынан қозғалып еді. Ұзын бойлы, арнаулы киімді, қызыл күнқағары бар, мұртты кісі станция кезекшісі екен. Ол да пойызды жөнелтіп қайтып келе жатыр. Сәлематсыз ба, Сашко ағай деп тоқтаттым мен оны. Саламат бол, әскери жолдас деп әрі таңырқай, әрі абыржып қарап қапты ол. Сіз мені танымадыңыз ба? Есіме түспей тұрғаны. Мен Бауыржанмын ғой. Тфу, сайтан алғыр, момыштың баласымысың? Я, мен соның өзімін. Кел кәне, жүгіңді жеңілдетейін, жүр менің бөлмеме. Сашко ағай қол сандығымды көтере-мөтере жүгіре жөнелді. Мен кезекші бөлмеге келгенімде ол телефонмен айқайлап жатыр екен. Абайылма, мен Бурныймын ғой. 87-ші 5 минут кешігіп келді. Уақытында жөнелттім. Неме, тфу, сайтан алсын. Ой, сен құртымтай шыдашы, мен Шақпаққа хабарлайын. Шақпақ, мен Бурныймын ғой. Құлақ тос, 87-ші менен уақытында кетті. Неме, мен өйте алмаймын. Құртымтай шыдашы, өйте алмаймын. Абайылдан жүк пойызы шығады, мен қабылдай алмаймын деп жатыр. Бұдан кейін де Сашко ағай телефонның тұтқасын бұрап, әлденені айтып, түфулеп, жоқ деп дамылсыз тірлігін атқара берді. Мен мұнда жалғыз тұра бермей, базар алаңына бет алдым. Станциядан базарға дейін кездескен жұрттың бәрі маған емес-ау, әртүрлі әбзелі бар, менің әскери киіміме таңырқай қараумен болды. Мен оларға басынан бақайшағына дейін қаруланған атамандай көрінсем керек. Өйткені үстімде жаңа ғана тәртіпке енген әскери киімдер еді. Жұрттың бәрі орағытып өтіп, ойқастай қарап жол береді. Ал мен болсам ауылға бірге барар таныс біреуді кездестірем бе деп жүрмін ғой. Уақыттың өзі де той тарқарға жақындап қалған екен. Базардағы жұрт сиреп қалыпты. Ауыл адамдарынан ешкімді көре алмадым. Сата алмаған торайын шыңғыртып, қаздарын қаңқылдатып, қызып алып, базардан әлі қайтпай, қисаңдап жүрген кейбір адамдардың арасымен келемін. 2 жирен ат жегілген сатылы арбаға жоңышқа нықа тиеліпті. Аттар алдындағы жоңышқаны күрт-күрт шайнап, бас шұлғып тұр. Қасында гармоншы жігіт 2 езуі құлағына жетіп, қиқылжыта ойнайды. Топырлаған көңілді қыз жігіттер қиқулап, дуылдасып, қызулатып, таңдайын тақылдатып, табанын тарсылдатып, алақанын соғып билеп жүр. Мені олар көздеріне де ілер емес. Мен өз жерлестерімнің қарапайым халық өнеріне сүйсіне қарап қаппын. Жігіттер мен қыздар, бүгінгі базарға осы да жетер. Аттарыңды жегіп, ауылдарыңа тараңдар енді, деді гармоншы жігіт.
Мен оны шырамыттым. Жасы 35-терге келіп қалған ауыл советтің хатшысы ұста Алексей Каноненко екен. Әлгі сөзден кейін у-шу болған жастар жинала бастады. Қатты сөйлеп, қарқ-қарқ күліп барады. Мен аяңдап темір жол көпіріне қарай беттеп келем. Бірінде қызып алған, енді бірінде жайбарақат отырған адамдар толы көліктер өтіп жатыр. Байқасам, сатысынан асыра сықита тиелген жоңышқалы арба сықырлап келіп тоқтаған екен. Мына су толған шұқанақты амалдап айналып өтпесе болмас. Мә, сен тізгінді ұстай тұр, мен қарап көрейін деп жүре сөйлеп, ұзын бойлы, тарамыс сары жігіт арбадан секіріп түсті. Жылтырақ күнқағары бар жаңа картуз киіп алыпты. Маған көңіл аудармай, жайылып жатқан жайпақ лайсаңның айналасын бағдарлай бастады. «Василь!» деп айқайлап жіберіппін. Василь Гончаров менің құрдасым еді. Әкемнің тамыры қырылдақ шал Кузьма Гончаровтың кенже ұлы болатын. Балалық кезде бақташы боп жүріп табысқан досым еді. Ол да мені бірден танып, «Бауыржан!» деп дауыстап жіберді. «Жерден шықтың ба, көктен түстің бе? Қайдан келдің өзің, а? Мен сені күтіп отырғаныма көп болды, Василь. Жүктерім Сашко ағайда қалды. Сен енді үйге жеткізіп саларсың». «Ол оңай ғой, Маня. Мұнда Бауыржан келіп тұр. Арбаны оңға бұрда күте тұр. Біз жүктерді әкелейік». «Тфу, сайтан алғыр. Мен тіміскіленіп жүрмін. Қайда кетті деп іздеймін кеп» деп бұрқылдап жүр Сашко ағай жүктерді бізге беріп жатып. Ауылға дейінгі жол кедір-бұдырлы, адырлы-атызды, ой-шұңқырлы, сай-салалы, көп жылғалы еді. Мен осынша жасқа келгенше Азияның, Европаның, Американың талай-талай тақтайдай түзу, айнадай жалтыр, теп-тегіс жолдармен де жүріп өттім. Бірақ сол тоқылдақ арбамен ауылға әкеме мейірбан құшаққа апарған Маня, Василий үшеуміздің жолымыздан ыстық соқпақ бар ма екен сірә? Үшеуміз де жас едік, үшеуміз де көңілді едік, үшеуміз де қуанышты едік. Арбамыз үйдің қасына келіп тоқтағанда Василь секіріп түсіп әкемді шақырды. «Ата, біз келіп қалдық». Әкем шекпенін желбегей жамылып сыртқа шықты. Қуана сөйлеп, қалбалақтап жүр. «Ау, сенбісің, Уәсілжан? Әкелгенің шөп пе, жоңышқа ма? Малдарымыз ашығып тұр еді. Жақсы болды ғой. Кузьма тамыр жіберді-ау, рахмет балам». «Ата, мен Бауыржанды ала келдім». «Не дейсің балам? Кәне, мен мұндамын» деп арбадан секіріп түстім. Қарт әкем өзіне өзі сенбеді ме, әлде көзіне сенбеді ме, жеңімен жасаураған жанарын сүртіп, біресе Василийге, біресе маған қарайды. Сонан соң Тәңіріне жалбарынғандай күбірледі. «Өңім бе, мынау түсім бе, Аллам-ау, әке, бұл мен ғой. Даусыңды танып, түріңді ажырата алмай тұрмын ғой. Ата, Бауыржан енді командир емес пе? Қараңызшы, мықынында наганы да бар», дейді Василий алып ұшып. Мен әкемнің қажып, қартайып, көзінен нұр тая бастағанына қынжылып тұрмын. Осы екі арада ауылдың адамдары тұс-тұстан аңдыздап келіп те қалған еді. Жабырласып, шұрқырасып мені ортаға алып жатыр. Әкем бір шетте қуанғанын не істерін білмей қалтайып тұрып қапты. Кенет өзіне өзі енді келгендей, «Шырағым-ау, үйге кірсеңші, тап бүгін келер деп ойлаппын ба? Қуанышым қойныма сыймай кетті ғой. Сендер де жүріңдер, айналайындар» деп ауыл адамдарын ішке қоса шақырды. Өзі қалбалақтап бастай берді. Әкем үйге кірген соң да айналып, үйіріліп, қайта-қайта қарай береді. Ел адамдарының көңілді шуына да қуанып жүр. Кіші шешемді, ағай мен жеңгемді оңаша шақырып алып, әлденені сыбырлайды.
Шамасы қонақ жайын ойластырып жүр-ау. Аналар да үнсіз құптап, бас шұлғиды да шығып кетеді. Үнемі асығып, аптығып жүретін, қуақы да адал Василий қазақша сөйлеп, үйдегілердің бәрінен де асып түсіп отыр. Сәлден соң ауыл ортасына келгенін енді еске алғандай ізет сақтап тұтығып қала берді. Ақыры шешеме тіл қатты. Апа, дастарқанды мол жайсаңызшы, сараң боп кеткенсің бе? Сабыр етші шырағым, қазір самауыр қойып, қой алдырамыз, қуырдақ жасап, бауырсақ пісіреміз. Сонан соң шай ішіп, ет жейсіңдер. Ақымағым-ау, қайда асығасың? Атаң солай ретімен жасауды тапсырмады ма? Мұның бәрі дұрыс қой, апа. Алайда жолаушының қоржынын сөгіп, базарлығынан да дәм таттырмаушы ма едіңіз? Хе-хе деп кеңкілдеп күлді әкем. Уәсіл дұрыс айтады, дастарқаныңды кең жай. Шешем үй орнындай үлкен дастарқанды ортаға жайды. Жиналғандар жағалай қоршап отыр. Василь түйіншектің біреуін ашып, ішіндегісін ортаға төкті. Қызыл-жасыл жылтыр қағазды тәттілер көздің жауын алып құлпырады. Ауыл адамдары тұс-тұстан қол созып, жапа тармағай ұмтылып еді, Василь тыйып тастады. Тоқтаңдар, қолдарыңды тартып отырыңдар деймін ғой сендерге. Тағы бір түйіншек бар, онан да соны қоса ашайық. Әкел, әкел, Василь деп отырғандар шу ете түсті. Василь екінші түйіншектегіні төккенде конфет ортада төбе боп үйіліп еді. Үлкендер әдеп сақтап, әзер шыдап отыр. Ал балалар тағатсызданып, қыңқылдап, тіптен кейбіреуі жылап та жіберді. Кім қыңқылдап, кім жыласа, тәтті түгіл тас та жоқ деп қорқытады Василь. Әкем өзінің арық аяғын салбыратып, биік төсегінде отыр. Бұл төсекті бұдан ширек ғасыр бұрын өзі шауып жасаған болатын. Қазақша білмейтін арамызда жалғыз Маня екен. Ол істің мән жайына, байыбына түсінбей, орысша, украинша сөздерді араластырып, Василь екеумізге ұрысып қояды. Бұларың не, бұлай болмайды ғой, балалардың қолын қақпайламасаңшы, жұртқа неге айқайлайсың, ұят емес пе, Василь? Командир, сіз бірдеме десеңізші. Алсын да деген сөздерді жағы тынбай айтады. Васильдің тізесінен түрткілеп мазалайды. Оны тыңдар Василь жоқ, жайыңа отыр деп жалғыз сөзбен Маняны қағып тастады да өз ісін жалғастыра берді. Мен мән жайды Маняға сыбырлап түсіндіріп отырдым. Тур ағасы мен ауыл адамдарының әзіл оспағын, жарасымды қалжыңдарын аударып жеткізген боламын. Ал енді бас-басыңа 2 тәттіден алыңдар, деді Василий жұртқа. Қалғаны апамның несібесі. Қой 3-3-тен алсын, деді шешем. Жоқ, 2-2-ден деп болмайды, Василь. Дәрігерлер тәттіні көп жесең, тісің ауырады дейді ғой деп қалжыңдайды ол. Ауыл адамдары шұрқырасып үйді-үйіне тарап жатыр. Әкем үнсіз тұнжырап отыр. Апа, мынаны жинап алыңыз, үйіңізден бүгін ертең қонақ үзілмейді ғой. Есігіңізден мереке енбеді ме, дейді Василь. Айналайыным-ау, мен алжыған неме, мына даң-дұңның ішінде есімді де жинай алмай қалыппын ғой, дейді шешем. Әкем жөткірініп, мұртын сипап, салалы бурыл сақалын тарап қойды. Кебісін қоңылтаяқ сұғынып, қап сорлы малдарды ұмытып кетіппін-ау, соларды суарып жайғастырайын, алдарына бір шөкім шөп шашайын, көкке аузы тигенше қалтылдай тұрмаса болмас, деді. Ата, мен сізге көмектесейін, мен де аттарымды суарып жемдеп алайын, деді Василь. Отыра бер, балам. Сен біздің қонағымыз емессің бе? Адамдар бар ғой, сенің де аттарыңды жайғастырамыз. Жоқ, ата, мен қонақ емеспін. Сіздің қонағыңыз Бауыржан мен есіңізді алғаш көрген Маня ғой.
Иә, мұндай қонақтарға қалай қуанбассың? Ал онда жүре ғой шырағым, қараңғы түскенше жайғастырып алайық. Василий әкемнен бұрын үйге қайтып оралды. Арбаны түсірдік, жоңышқаны қора төбесіне жинап та үлгердік. Атам қуанып жатыр, деді Василий. Ал пұлы қайда, деп қалды Маня. Мен қатты абыржыдым. Иә, базарға сатамыз ба деп алып шығып едік. 5 сомға да алмады ғой. 5 сом деген тегін бергенмен тең ғой, мейлі енді. Менде ақша бар, дедім мен. Жоқ, атам жаңа шабықтан шөптей немесе жоңышқа күйінде қайтарамын, дедім. Сендер мұны қаржы қажет боп сатуға шығардыңдар ғой. Иә, солай, енді шыдай тұрамыз да. Базардың бағасы қанша еді? Өткен базарда 10 сомға да алып кетіп едім. Мен 10 сомды суырып алып Васяға ұсындым. Жә, мұның не? Өз адамдарымызға сатқанға, оның үстіне қымбатына бергенге бетім шыдамайды, деп қарсыласты Вася. Осы кезде әкем де үйге еніп еді. Істің мәнін айтпай-ақ түсініп, әкем мені қолдады. Вася көнетін емес. Болмаған соң әкем бір ұсыныс жасады. Мейлі, айтқаның-ақ болсын. Уәсіл, сен бізге жоңышқаңды қарызға бер, біз ақшаны қарызға берейік. Қажетке жарап, бір-бірімізге қол ұшын бергеніміз болсын. Келістік пе? Онда сөз басқа, ата, деп келісті Вася. Сөйтіп менің қолымнан ақшаны алды. Кешкі ас үстінде мен жиналғандарға өзімнің әскер қатарына шақырылғанымды айттым. Жұрт әскер жайын білгісі кеп сұрақтарын алдыма тосады. Мен сауалдарына жауап бердім. Астан кейін қонақтарымыз Василий мен Маняны ауылына шығарып салдық. Өзіміз қалып шүйіркелесіп отырмыз. Алғашында мен сені орыс келін әкелген екен деп қалып ем. Әкем жымиып езу тартты. Ал енді мән жайыңды айтшы, шаруаңа қанықтыршы, не болды, қайда бет алдың? Мен әкеме бар жайды бастан аяқ баяндадым. Ол үйіп тыңдап отыр. Мен сөмкемнен бір бума ақша алып, өзіме 100 сомын қалдырдым да, өзгесін әкемнің қолына ұсындым. Ол асықпай санады. Мынауың 1,5 мың ғой, солай ма еді? Я, солай болуы керек. Мұның бәрін бізге неге беріп жатырсың? Полковник солай ет деген. Ол сенің ақшаңа да билік ете ме? Жоқ, әншейін ағалық ақылын айтқаны ғой. Бәлкім алысырақ барып қызмет етерміз деген болатын. Біз осындамыз, ағайындардың ортасындамыз ғой. Сен болсаң алыста жалғыз өзің ақшасыз жүрмекпісің. Өзің қалтаңа сала кет онанда. Жоқ әке, мен 100 сом жалақы аламын ғой. Оның үстіне тегін киім, тегін тамақ. Әкем ақшаны бір шаршыға мықтап түйді де сандықтың түбіне тастады. Мейлі аса қысылып бара жатпасақ, бұл ақшаны қол тегізбеспіз. Өзіңе керек бола қалса, аялдамай, алаңдамай хабарлас. Жоқ, қайта өзім қаржы салып тұрамын. Демек әскерге ұзақ уақыт кетеді екенсің ғой шырағым, деді әкем. Сөз саптауыңа қарағанда, сенің басшыларың өзіңе де, бізге де қамқор біреу ғой деп шамалап отырмын. Сондай жанашыр адамның қарамағында қызмет ететініңді жанымызға медеу тұтамыз да. Солар айтып, сол екі бастығың да ақыл кеңес берсе, біз туралы толғанса, өзіңді де іш тартқаны ғой. Құлақ сал балам, есіңде жүрер бір жай болсын. Ертеде бір бейшара кемпір өлер алдында жақындарымен арыздасып қоштасып жатады. Осы сәтте ардың-дүрдің әумесер ұлы сырттан кіріп келіп, көзіне жас алып, анасының тізесін құша құлапты. Кешірім сұрай жылапты. Сонда ашулы ана былай деген екен: найза алып жауға бармадың, қамшы алып дауға бармадың, қос айдап егін екпедің, құрақ ұстап малға кетпедің, қан сасып бір көрден шығып ең,
мен сенің неңе мақтанбақпын, мен сенің неңді кешірмекпін деген екен. Әз-ана соңғы демі біткенше баласының ынжық боп, қор боп қалып бара жатқанына күйініп айтқаны ғой. Өзің үлкен сапарға шығарда мен саған бір үмітімді арнадым ұлым. Жаман атың шыққан жоқ еді. Сол жақсылығыңнан танба. Ақ жүрек болып жолдасың, адалдық сені қолдасын. Жақсылық үшін тірессең, жаныңды арың қорғасын. Арыңды болсын шабысың, алымды болсын табысың, найзадай болсын намысың. Ер жігітке бәрісін. Қиындық көрсең мұқалма, ауырлық көрсең жұқарма. Қамқоршы бол кішіге, үлкенді үлгі тұт алға. Әкем осылайша бар тілеуін алдыма үйіп төгіп, бауырына басып, маңдайымнан сүйеп қоштасты.